Қаншалықты жүгіруге болады? Ауылға жеттім. Енді осы ауылды тонаймын. Yes. Осы ауылды тонағаннан кейін мен бай, миллиардер болып кетемін. Миллиардер, біліп тұрсыңдар ма? Так, мына ауылды енді тонайтын боламын. Абайлап түсіп алайын. Әне түсіп алдым. Мына бірінші үйге барайын. Так, жетіп алдым. Есік ашық тұр ғой. Не мынау? Үйінде ештеңе жоқ қой, мынаның екінші үйге кіреме. Мына үйде еш нәрсе жоқ қой, кейінгісіне барайын. Мына үйде ештеңе жоқ. Неме бомбыздар ауылы ма? Мына үйдің есігі ашық тұр ғой, кірейін. Опана, столдың үстінде компьютер бар ғой. Қазір айланып сайын. Мен компьютерім, ноутбукты алайын. Мишка нем алайын. Кресло нем алайын. Сундукта не бар? Сундукта ештеңе жоқ қой. Жарайды кетейін. Кроватка как раз маған керек болып тұр еді. Так, пешка, верстакты да алайын, керек болады ауқат істегенде. Жарайды, бұл үйден кетейін. Кейінгі үйлерге де барып ұрлап келу шығар керек. Опана, есігі жоқ, давай прямо кіреміз. Мен сандық бар екен, ашып көрейінші. Нан, ыстық нан ба алайын. Кейін кирка. Қоя түп мен ала салайыншы. Жарайды. Енді кейінгі үйге барамыз. Есікті ашсақ, мына үйде пешка, верстак бар екен. Бірақ олар маған керек емес. Төсек достарым үшін алайын. Ішін ашып көрейінші. Енді мен бай болатын боламын. Жарайды, түпімен алайын. Алдық, енді плитанем алайын керек болады. Жарайды, кетейін бұл жерден. Тоқта. Плитанем алайын. Столдем алайын керек болады. Жарайды, бұл ауылдан кету керек. Бұл ауылдан тез кетіп қалайын. Анау ақымақ шетелдер кемесінен тұрып, болмаса мен полицияға беріп жіберуім мүмкін. Шетелдер. Қалада зор айланып келдік. Сенбедік. Мен басыңызды сенбеппін, бірақ зор айландығы. Жарайды, мен үйіме қайтып келейін. Үйіме барайын. Сәлем достар. Менің атым Еркебұлан. Және бұл менің жаңа видеом. Біз шетелдермен бірге қалада болдық қой, қалада. Шетелдер қаласында болдық. Уақытта көңіл көтердік. Пепси кола іштік дейсің ғой. Ал енді мен өзімнің үйіме барып демалайын деп шештім. Мінекей. Түсінбедім. Қанмен заттарым? Қана ноутбук? Қана? Жоқ, сандығында шпілі жоқ. Айтпақшы, осы шпілі жоқ еді ғой. Айтпақшы, Бобик қана? Ол қалада қалып кетті ғой. Алып келу керек. Түсінбедім. Мен шетелдерге барайыншы. Қан шетелдер? Оған тұр екен. Шетелдер, мен заттарым жоғалып қапты, сендердікі ше? Біздердікі жоғалып қапты, енді істейміз. Бізде вообще зорытып қалмады. Анау бай шетел ұрлап алған сияқты ғой. Сауық ұстап отыр ғой. Оның да андай изумрудтарын ұрлап кеткен шығар бәлкім. Біз білмейміз.
өзің андай детектив болып көрші. Ол біз детектив ойбай қайда жатыр ғой біз детектив болуымызға. Жарайды достар, мен бүгін детектив болам. Так, әрбір үйге кіріп шығайыншы, не бар отырмын. Это уж кеш жатыр. Мен жерде ұйықтай алмаймын. Так что бүгін ағандайдың бәрін шешіп тастауым керек. Андай расследование. Так, мында бай шетелдің үйі. Одан қойға ұрамыз. Бұның андай изумруттар жайында тұрып біттәсем жоқ, алмаздар ем бар. Бұныңкында бір-екі сұндықтарын ұрлап кеткен сияқты ғой, қан. Ой, ұйықтасам ба екен. Қой. Енді мына үйге барайын. Бұның нәрсесі сатты. Мына жерде плита тұрар еді, мына жерде сандық. Сандығымен қосып әкетіп қапты ғой, ё-майо. Енді қаяқта іздеймін мен. Уже кеш батты. Мына шетелдің үйінде ұйықтай берейінші. Қорқып кеттім, осы келеді бе деп. Осы шетелдің үйінде ұйықтай берейін. Ұйқып қанды. Қараңдарда мен түс көрдім да. Как будто же андай заттарымыздың бәрі мерге шашылып жатыр ғой, кәдімгідей қараңдар. Бұл жерде еш нәрсе жоқ, көрдіңдер ме? Кейін шашылып жатыр ғой. Шашылып жатыр жерде жіп боққанда мына үй. Тоқтаңдаршы. Мен түсімде дәл осы үйді көрдім. Жоқ, конкретно дәл осы. Это заттарым жоқ. Абайлау керек. Бұны бомбажның үйі ме неме бір түшәйіз керек. Есігі де жоқ қой. Есігі сынып қалайын деп жатыр. Мына кафельный дег емес па? Стол. Мына мен сұндықым ғой. Мен кемес ғой. Мына мен киркам ғой. Бұл мен киркам. Мен заттарым ғой. Мына мен пешкам, екі пешкам. Мынау кузнецанка, мына менікі ме? Жоқ, мына менікі. Біздің ауылға ұры түскен сияқты ғой, шер. Мына заттардың бәрінше иелеріне қайтарайын, болмаса аяқта қаңғырып жатыр ғой. Жарайды, міне. Меніңше ұры қашып кеткен сияқты ғой. Тез ауылға қайтайын. Жетелдер қуанып қалатын жар. Жетелдер. Жетелдер. Өзімнің алмазынан дейді. Өзіме ақылдарым алмаз. Қараңдар, сендердің оны сендердің кроваттарың, изумруттарың, нандарың, факелдерің, столдарың. Болды, қаған менікі. Рахмет Еркебұлан. Бұл іспен бәрі жұмыс істей алады. Мен өзім заттарымды әкелдім, үйге қайтайын. Жарайды достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңдар, подписаться қылыңдар, және комментарияларды жазып кетіңдер. Тоқташ. Мен бұл үйге баруым керек.